Әбілхан Қастеев атындағы ұлттық өнер музейінде жас суретші Алмас Орайбайдың «Жұрт» атты жеке көрмесі өтіп жатыр. Сурет әлеміне өзіндік жаңалықтармен келген жас кескіндемешінің шығармашылығы ерекше. Көрмеге 20-дан астам кескіндемелік графикалық жұмыстар қойылған. Туындыларының идеясы мен мазмұны бір-бірін байланыстырып, жұрт тақырыбын ашатын тұтас бір ойға бағытталады. Оның жұмыстарындағы образдалған кейіпкерлердің денесі аққан бояулар сияқты немесе қылқаламның ізі арқылы жүзеге асырылады. Одан біз сол көне заманды еске түсіріп, белгілі бір сәтте ауада ғайып болып кететіндей әсер қалдырады. Сонымен қатар суретші мұнда көне ата-бабаларымыздың сол әр ауыр кезеңдердегі сәттерді бейнелейді, сәттерді еске түсіреді. Және екінші жағынан ол сол ата-бабаларымыз бізге қалдырып кеткен құнды асыл мұраларымыздың кейде бағаланбай жатпауы мазалайды суретшіні. Суретшінің тақырыптары бір-бірінен алыстамайды. Мәселен, ғұмыр, сағым, шапан атты кенептерінің мазмұны мен композициялық шешімдері ұқсас. Тақырыптарына батыл баратын суретші осы саладағы жоғары білімін болашақ бағдарламасы арқылы жалғастырған екен. Алмас Орайбайдың шығармашылығы ерекше. 2004 жылдан бастап Қазақ ұлттық өнер академиясын тамамдаған, кейін белгілі кескіндемеші Жұмақын Қайрамбаевтың шәкірті болып табылады. Кейін 2012 жылдан бастап халықаралық белгілі болашақ стипендиясы арқылы ақш-тағы Сан-Франциско қаласындағы Academy of University атында магистр дәрежесін қорғаған. 2013 жылдан бастап Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетінде оқытушы мамандығын атқаруда. Көрменің «Жұрт» аталуының да себебі бар. Авторлық жұмыстарының басым бөлігі табиғатты, ел жұртты бейнелеуге арналған. Мәселен, мамыр, шілде, тамыз атты пейзаждарында кең байтақ жердің урбанизацияланып, ығысуы, таза ауаның тарылуы сияқты мәселелер қозғалады. Сондай-ақ Қастеев көрмесінде бұдан да өзге көрмелер жалғасын таппақ. Суретшінің шілде атты мына кескіндемесі кенеп пен майлы бояудан тұрады. Мұнда сары егістік алқабында жаңа айқайға толы ер адамның жалаңаш сұлбасы, оның ар жағында қара түнек басқан көкжиек берілген. Бұл туынды көрерменді сан қилы сұрақтарға жетелейді. Сондай-ақ Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінде алдағы уақытта 16 желтоқсан тәуелсіздік күні мен тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналған көрмелерді де тамашалай алатын боласыздар. Аталмыш көрмеге қойылған туындылардың желісі бойынша жалпы суретші өзінің туған жеріне, ұлттық дүние танымына жанашырлықпен қарап, оның бұзылмауына жол бермеуге тырысады. Өнерлі жанның жұмысынан ерекше сезім мен өмірге деген құштарлықты көруге болады. Осылайша 23 қарашада басталған «Жұрт» көрмесі 14 желтоқсанға дейін жалғасады. Музейге кіру 2 аптадай тегін жүргізілді. Соның арқасында көрермендер осы көрмелердің ішінен Алмас Орайбайдың да жұмыстарымен танысты, қызығушылық танытады. Өйткені бұл суретшінің қолтаңбасы ерекше, белгілі суретші Жұмақын Қайрамбаевтың шәкірті болғандықтан бірден көзге түседі және айтарлықтай нәрсе көп ойландыратын. Жас суретші Алмас Орайбай Париж көріністерімен ақшта өткен топтық көрмелерде бағын сынаған. Әбілхан Қастеев атындағы ұлттық өнер музейінде Жұмақын Қайрамбаевтың шәкірттерімен бірге «Іздер 2» және 7 топтық көрмесіне қатысқан. Ақбота Мұсабек қызы, Роман Ван, Жаңа күн.